Нұр Отан партиясы республикалық деңгейде тұрғындарға әлеуметтік қолдау білдіру мақсатында елбасы партия төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен «Біз біргеміз» республикалық акциясы жарияланған болатын. Аталмыш акция аясында Жетісай ауданындағы аз қамтылған көп балалы отбасыларға және қарт адамдарға көмек көрсету бойынша қайырымдылық шаралары өтуде. Жетісай аудандық ішкі саясат бөлімінің жастар ресурстық орталығы мен Нұр Отан партиясы аудандық филиалы қызметкерлері Жас Отан жастар қанаты мүшелерінің мұрындық болуымен өткізіліп жатқан «Біз біргеміз» атты қайырымдылық шараның негізгі мақсаты коронавирустық инфекциясының таралуының алдын алу үшін көмекке мұқтаж, денсаулығы нашар тұрғындарды үйінен шығармай, қажетімен қамтамасыз етіп, тұрғындардың көшедегі қозғалысын азайту болып табылады. Бұл акция аясында біздің аудандан да шын әлеуметтік жағдай төмен отбасыларға бірінші беріледі. Жаңа түсініспеушіліктер болып жатыр, көп балалы отбасыларға беріліп жатыр деген. Бұл жерде шынымен де әлеуметтік жағдайын нашар отбасыларға азық-түлік және күнделікті тұтынатын гигиеналық заттар жеткізілуде. Бүгінгі таңда біздің статистика бойынша Жетісай ауданында ондай 200-ден астам отбасы бар. Бүгінгі таңда сол отбасыларды қамтамасыз етіп жатырмыз. Облыс әкімінің бастамасымен жүзеге асырылып жатқан қамқорлық акциясына енгізілген тізім негізінде бүгінгі күнде қайырымдылық шараның шарапатын аудан аумағындағы 94 отбасы көріп отыр. Айта кетейік, жерлердегі көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын созу акциясы кәсіпкерлер мен демеушілердің қолдауымен ерікті түрде жүзеге асуда. Ізгі ниеттен туған игі іс алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Клара Шербайқызы, Нұржан Сейдазимов, ақпарат, Жетісай ауданынан.